Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Оразалина Арна. Мен Кейкі Батыр атындағы нөмір 4-ші жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Мектебім еңселі тірегімсің. Мектебім елімнің ертеңісің. Өмірге шәкірттердің көзін ашқан аяулы ордабасы сен екенсің. Мектебімізде Кейкі Батыр атындағы шағын мектеп мұражайы 2017 жылы ашылды. Мұражай 9 бөлімнен тұрады. Мұражайда Батырға арналған тарихи ақпараттар қамтылған. Өлкетану бағытында мұражайда саяхат сабақтары өткізіледі, және басқа мектептің оқушылары бізбен мұражай бойынша жұмыстар жүргізуде. Сонымен қатар осы өлкетанушы, Кейкі танушы Шөптібай Бальдинсин ағамызбен бірлесіп, жаңғырту жұмыстары қолға алынды. Тарихта Әбдіғапар хан Амангелді сардарымен есімі қатар аталатын кісі Кейкі Көкембайұлы, азан шақырып қойған есімі Нұрмұхамед. Кейкі Көкембайұлы 1873 жылы Қайдағұл болысы қазіргі Амангелді ауданына қарасты Ратник совхозының Байтұмақ қопасы деген жерде дүниеге келген. Кейкіні тарих сахнасына мерген ретінде шығарған осы 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі еді. 1916 жылы 25 маусымда патша үкіметінің бұратона халықтар ішінде 19 пен 43 аралығындағы ер азаматтарды қара жұмысқа алу атты жарлығы Торғай мен Жетісу жеріндегі ұлт азаттық көтерілісінің шығуына себеп болды. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, сол кездегі соғысқа қатысқан Кейкі мен Амангелдінің майдандастары. Көтерілісті қамтыған жерлер олар Доғал Ірбек, қазіргі Иманов ауылы, Батпақ Қара жері, қазіргі Амангелді ауданы, және Торғай жері болды. Көтерілісшілер партизандық әдіспен соғысқан, себебі жергілікті жердің географиялық аймағы сай келген. Осы тұста халық аузында мынандай бір керемет сөздер қалған: Амангелді көз мерген, Кейкі қол мерген деген. Кейкі Батырдың алғашқы мазарын туыстары Таста ауылының мойнында тұрғызған еді. Ал қазіргі таңда біздің мектеп мұражайында тұрған Кейкі Батырдың ескерткіш мүсіні алғашында Арқалық мемориалдық тарихи мұражайында орналасқан еді. Ал дәл осы ескерткіш сол мазардың алдында тұрған болатын. Кейкі мерген туралы жазған, жырлаған жазушы ақындар өте көп. Серік Тұрғынбековтың Кейкі Батыр атты жыр дастаны, Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы атты романы, Шөптібай Бальдинсиннің Кейкі Батыр атты кітаптары халықтың жүрегін баурап алды десек болады. 2018 жылы 16 желтоқсанда ұлттық арнадан Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы және Шөптібай Бальдинсиннің Кейкі Батыр атты кітаптарының желісі бойынша Кейкі мерген атты тарихи драмасының тұсауы кесілді. Бұл кинопленка арқылы Кейкі мерген туралы түсірілген фильмнің кадрлерін көре аламыз. Ең алғаш рет Кейкі Батыр бейнесі кеңес дәуіріндегі Ленпин киностудиясының түсірген Амангелді атты үлкен фильмінде сонда бар еді. Кейкі мерген телехикаясы бойынша Кейкі Батырдың өмір сүрген ортасы туралы зерттеулер жасап жүрген Шөптібай Бальдинсин мен тарихшы Бесік атты телехикаяға кеңесшілік жасады. 1916 жылғы көтеріліс кезіндегі алаш зиялыларының рөлі әрине басым болды. Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханов пен Алашорда үкіметінің мүшелері жерлестеріміз Ахмет Байтұрсынұлы мен Біржақып Дулатұлы көтерілісшілерге рухани қолдау білдіріп отырды. Кейкі Батыр қуғынға ұшыраған кезде Ұлытау, Сарылық, Жетіғыз, Сарыторғай, Қараторғай өзендерінің маңында жасырынған үңгірлері болған. Ішіне 7-8 адам еркін сиятын, биіктігі 30 метрдей болған үңгірлерде жасырынған болатын. Осы QR-код арқылы біз Кейкі Батырдың үңгірі туралы мәліметтерді екі, яғни қазақ және орыс тілінде біле аламыз. Айуандықпен шабылған батыр басын ұрпақ қайтарып алуға бірнеше жылдар бойы тер төкті. Осы арада еліміздің танымал ғалымдары, парламент төрінде отырған ұлт қалаулылары мен халық жанашырлары бір кісідей ат салысты. Кейкі Батырдың бас сүйегін елге жеткізу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Осы келісімге сәйкес 90 жыл бойы Петербург қаласында Кунсткамерада тұрған Батырдың бас сүйегі Қазақстанға жеткізілді.
Осы орайда Қырғызстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі бұл мәселеге қатысты арнайы жұмыс тобын құрып, нәтижесінде бас сүйек киікінікі екендігі дәлелденді. Бірақ соған қарамастан арнайы ДНК сараптамасы жүргізілді. Бұл жұмыстармен мажар ғалымы Андрош Перо айналысты, деді сол кезде профессор Нұрсан Әлімбай. Антропологтер батырдың бас келбетін жасап болғасын шамамен 1-2 ай көлемінде бас сүйек Қостанай облысының Амангелді ауданындағы арнайы салынған мазарға салтанатты түрде жерленді. Кикі Көкенбайұлының өзінен тараған ешқандай ұрпақтары жоқ. Кикі Көкенбайұлының қуғынға ұшырап қалған қиын қыстау сәтінде ол жасырынған үңгірде Кикіні әйелін және інісін ұстап алып, Кикі батырдың қол аяғын шауып, аяғы ауыр әйелінің қарны жарып баласын өлтіріп, және Кикінің інісін де өлтірген болатын. Осылай олар қуғыншыларының қолдарынан қаза тапқан болатын. Кикі мергеннен ешқандай ұрпақ қалмаған, тек ағайындыларынан қалған ұрпақтары бар. Кикі батырдың әкесі яғни Көкенбайдың 5 ұлы болған. Бұлар Оспан, Омар, Шыбар, Кикі Нұрмағамбет және Қошан. Және осыдан 5 ағайындыдан тек қана Қошан ғана тірі қалған. Яғни Кикі батырдың жалғыз інісі Қожанның ұрпақтарын осы суреттерден көре аламыз. Мектебімізде оқу жылы басталысымен әр сынып оқушылары мұражайға келіп, таныстыру жұмыстарын жүргізіп отырады. Сонымен қатар оқушылар Кикі батыр мазарына танымдық саяхатқа да барады. Мектебіміздегі мұражайға қаламыздың барлық ауыл қала мектептерінде ұстаздар оқушылармен саяхат жасап отырады. Мектеп мұғалімдерінің ұйымдастыруымен көрмелер, оқушылар мен аналардың көмегімен макеттер жасалып, оқушыларымыз Кикі батырға арнап көптеген өлең жолдарын шығарып отырған. Және де осы барлық жұмыстар көріп тұрғанымызда мектеп мұражайында сақталып тұр. Дана халқымыз өткен тарихын білмеген, болашағына жол бастай алмайды деген. Өткен заманнан келе жатқан қасиетті тарихи жәдігерлерді көздің қарашығындай сақтап, еліміздің өркендеуіне негіз болатын жас ұрпақты елжанды рухта тәрбиелеу мақсатында алдағы мұражай жұмыстарын жаңғыртамыз. Мектеп тарихын мақтан етіп, өзімізден кейінгі мектептің оқушыларымен білімімізбен бөлісіп отырамыз.